Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында балмұздақ жасаймыз. Балмұздақ жасау үшін бізге осы екі зат керек болады. Натуральный сливки мен сапалы сгущенка қолданамыз. Сливкиді ыдысқа салып, қоюланғанша миксерлейміз. Сливки қоюлана бастағанда сгущенка қосып, тағы да миксерлейміз. Бізде осындай масса шығу керек. Енді осыны үшке бөліп аламын. 3 түрлі дәм беретін боламыз. Бірінші ыдысқа вишняны блендердан өткізіп қостым. Екінші ыдысқа какао мен шоколад қостым. Үшінші ыдысқа мак қостым. Және ванилин қосып шығамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң, морозильникте 4-5 сағатқа қалдырамыз. Мен осындай арнайы тапердің заморозкаларын қолдандым. Сіз кез келген ыдысқа салсаңыз болады. Міндетті түрде бетін жауып қоямыз. Мінекей біздің балмұздақтарымыз дайын болды. Енді алып жіберсеңіздер болады. Табиғи дәмі ерекше балмұздақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазып өтіңіздер. Мороженыйдың бетіне вафельный крошки сеуіп шықтым. Өте дәмді мороженый болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.